Ассалаумағалейкум көрермендер, сіздермен Нело арнасы. Бүгінгі видеода сіздерге Егов сайтынан өзімізге займ мен кредиттардан 6 және де 12 айға қалай шектеу қоюға болады және кредиттардан қалай бас тартуға болады, соны көрсететін боламын. Видеоны көрместен бұрын осы видеоға лайк басып, астыға өз комментарийге келесі видео қандай не жайлы туралы білгілеріңіз келеді, соны жаза кетерміз. Ал біз видеоға келіп. Афганистан, Пакистан, Сирия, бітпейтін шытырман, сериал бітпейтін жан-жал, бомбалар жан-жағында. Ең алдымен видеоны бастамай тұрып, Егов сайтына кіреміз. Еговтың официальный сайтына. Егов сайтына кіргеннен кейін бізге міндетті түрде ECP ключ керек болады. ECP ключті немесе флешкаға, немесе компьютерімізге жүктеп аламыз. Мен қазір өз ECP-мен кіретін боламын. Мен мінеки өзімнің ECP-мен Егов сайтына кірдім. Және де бұл жерде астыға түсетін болсақ, танымал қызметтердің астына түсеміз. Бұл жерде сервистердің шетінде 6 ай мерзімге банктік несиелерді, микрокредиттерді алудан ерікті бас тарту деген мерзімге басамыз. Бұл жерде қызметті онлайн, яғни үйде отырып бас тарта аламыз. Банктік несиелерді, микрокредитті алудан өз еркімен бас тарту, банктік несиелерді алудан ерікті түрде бас тарту қызметін көрсету мерзімін бұрын тоқтау. Бұл жерде онлайн сұрау деген батырманы басамыз. Бұл жерде жазылымнан бас тартқыңыз келеді ме? Я деген батырманы басамыз. ECP-мізді, яғни подпис, яғни ECP бізде бұл жерде ECP талап етіледі деген батырманы басамыз. Электронды цифрлы қолтаңбаны қоямыз. Бұл жерде флешка немесе удостоверение арқылы, менде флешка арқылы басам, ақпарат тасымалдағыш. Және де осымен бітті. Қызмет туралы мағлұматтар 15 минуттан артық емес. Яғни бір 15-20 минуттан кейін сіздерде банктік қарыздар және микрокредиттарды 6 айға дейін алуға мүмкіншілік болмайды. Осылай бір 2-3 минуттың уақыттың арасында өзімізге микрокредиттар мен кредиттардан ерікті түрде бас тартуға болады. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі видео қандай, не жайлы болсын, астыға комментарийге өз пікірлерімізді жаза кетеміз. Сіздермен бірге болған мен Нело. Келесі кездескенше.